Сәлем достар, менің каналыма лайк басыңдар. Тағы да сәлем достар. Мен бүгін Африкаға қалай көшіп келгеніміз жайлы айтқым келіп тұр, бірақ именно баламен қалай көшіп келгеніміз жайлы айтқым келіп тұр. Себебі мен осы жақтан 7 айлық, жоқ 6 айлық кезде, екіқабат кезде Қазақстанға босануға кеткен болатынмын. Сол жақта босанып, 1 айлық баланы, 35 күндік енді, 40-нан шықпаған еді әлі. 35 күндік баламен қалай көшіп келгенімізді айтып беремін. Себебі бұл бір челлендж болған, енді бір сұмдық мен есімде қатты қалып кетті. Және мен жасаған қателіктерді көшетін адам болса, және ұшақта баламен ұзақ уақыт шайынып жатқан адамдарға бұл үлкен совет болады деп ойлаймын. Себебі бірінші шыққан кезде баламен қалай болатынын білмейсің, ұшақта қалай өзіңді ұстау керек екенін де білмейсің. Сондықтан мен айтқым келіп тұр осы жерде. Сонымен біз Арыс қаласында тұрамыз. Сондықтан біз билетті ең жақын жер Шымкент немесе Түркістанмен алатын болып шештік. Бірақ бізге осы Яондеге дейін директ ұшатын ұшақ ол тек қана Түркістаннан болды. Түркістан, Стамбул, Яонде деп. Бірінші Дуала, сосын Яонде болып ұшатын болды. Осы пересадкамен ұшатын болғандықтан толығымен айтқан кезде Түркістаннан Стамбулға 5 сағат және Стамбулдан Яондеге қарай 8 сағат ұшады. Бірақ арасында тағы 5 сағат күткенбіз. Сонымен 11, 8-ге 5 қосылған жүз 12, тағы да 5 сағат болса, примерно 20 сағаттай ұштық. Себебі күту бар, анау бар, мынау бар. 20 сағаттан көп болды даже. Солай. Сосын біздің ұшақ өте азанда болды. Азанда сағат 7-де ма, 6-да ма несі бітіп қалатын болды. Регистрация бітіп қалады да, сондықтан біз ертерек бару керек болдық. Менің атам, то есть қайын атам бізді ертерек алып апарды. Ол кезде еще суық болған, баламды да қатты қалың киіндіріп алғам. Өзіміз де қалың киініп алғанбыз, бірақ ыстық жаққа келе жатырмыз ғой. Ұшаққа мінген кезде сол регистрацияны өткеннен кейін беріп жіберетін болдық та. Жеңіл күртешелер сияқты сондай киіп алатын болдық. Бәрібір мен босанғаннан кейін көп жаурайтын едім. Сондықтан киіп ала бердім мен қалың киімдерді. Қатты жаурап, терлей бергеннен де бір жағынан қиын болды енді. Сондықтан басында қанша? Негізі бала 10 күндік кезінде ұшпайды ұшаққа. Сондықтан баланы кішкентай болғаннан кейін сұрайды енді. Ана жақта мына қанша жаста, қанша айлық, ана еще оны қоя беріңіздерші. Біріншіден оны паспорт алатын кезде проблема шыққан, потому что 10 күндік кезінде паспорт алдық қой. Көзін ашпайды, түсірке түсіретін десек, ана жақта білмеймін, енді Қазақстанда сондай екен ғой, балалар көзін ашып тұру керек екен. Енді 1 айлыққа да жетпеген 10 күндік бала көзін аш тұру керек, былай қарап тұру керек. Ұстап тұрған кезде иығында адамдар былай ұстап тұрған, қол тұрмау керек дейді. Біз оны ұстап тұрмыз, ол өзін ұстай алмайды да, көзін де ашпайды. Соның күн 2 күнде зорға алған болатынбыз. Енді билеттің өзін ұшатын кезде де сондай проблемалар шықпасын деп, әйтеуір бүкіл нотариустан нотариальный, заверенный жаңа туу туралы куәлігін барлығын ағылшынша өткізіп алған болатынбыз. Себебі кеденден не сұрайтынын білмейміз ғой. Бірінші рет баламен ұшып тұрмыз. Сонымен азанда таңертең келеміз. Өтіп аламыз, регистрацияның бәрі жақсы өттік. Сонымен қолымызда коляска да бар, бәрі бар. Жүгіміз деген әр адам 96 килограмм жүгіміз бар. Оны өткіздік. Ішіне қазы салып алғанбыз. Бұл Африкада қазы жоқ қой деп, оны өткізе ме өткізбей ме білмейміз, әйтеуір салып алғанбыз. Негізі Қазақстан өткізе берді, бірақ осы жақта келе жатқан кезде именно Камерунның таможнясынан проблема шығуы мүмкін. Себебі бұл жақта ондай нәрселерді особо жібере бермейді и қатты қадағалап тексереді. Қолымда қазір балам бар уже. Сосын не істедік? Қай жерге келіп едім? Әйтеуір өтіп алдық қой. Короче, енді ожидание залында отырмыз. Сол жерде отырған кезде ең трэш сол жерде болады ғой. Мен бірінші рет мама болған кезім шығар. Сол кезде түсіндім да, мен бірінші рет мама болғанымды. Точнее, мен уже мамамын деген нәрсені. Балам оянды, ұйықтап жатқан ғой. Таңертең ерте тұрып бардық, сосын оянды. Бір қарасам, ол кішкентай кезінде еще көп жіберіп қоятын, кака жасап қоя беретін.
как жасап қойыпты енді, ана мен бала бөлмесі бар ғой, сол жаққа кіріп ауыстырамын деп шештім да. Өзімен алған бір рюкзак көп как жасап қоятынын білгендіктен көп жаңағы подгузник, көп салфетка сондай албағам. Бірақ бірде-бір киім алмағам ғой. Мен вообще оны ауыстырам деп те ойламағам. Бірақ 2 қабат 3 қабат кигізіп алғам, соқтып. Сосын кірдік, ана мен бала бөлмесіне ауыстырып жатсам, ол енді сол жерде құстымай, әйтеуір жіберіп қойды, памперсін шешкен кезде бүкіл денесі су болады ғой. Мен оны ауыстыратын ештеңем жоқ, себебі багажға бүкіл киімдерін өткізіп жібергем. Ал багажды бір өткізгеннен кейін оны прямо Яондеден ғана аламыз да. Жаңағы Түркістаннан бір өткізіп жібересің, сонымен тек арада ақтарылым болады, бірақ ол жерде де алмайсың, тек Яондеден бірден аласың, сол жақсы болды да. Енді оны қайтып ала алмаймыз. Сосын ана жерде дың-дың дейді да. Дың-дың дейді да, уже посадкаға дайындалыңыздар, посадка басталып кетті дейді ғой. Мен ана жерде да не істерімді білмеймін. Әйтеуір су болған жерін шештім. Сөйттік қой. Сосын алдым да, бір ғана көйлек алған, ол су болмайып, себебі 3 киім кигізіп қойғам ғой үстіне. Қалғандарын рюкзагыма салып алдым. Сонымен ұштық. Самолетқа отырдық, ортасындағы бір қуыс жерге отырып алғанбыз. Қасымызға 3-ші адам отырды, ар жақта бос месталар бар. Сосын айттық, 3-ші адамға сұрағымыз ғой. Сіз отыра аласыз ба басқа жерге, немесе біз қарап тұрсақ, осы күйеуіміз отырмыз. Сіз басқа жерге барып отыра аласыз ба деген қырсығып отырмай ғой. Содан кейін мен айна жақта отырдым. Енді өзі біледі ғой енді, бірақ сонда да место көп еді негізінде, бос месталар. Отырса болар еді деп ойлаймын сол кезде. Сонымен не жоқ, отырдық. Мен терлей берем, ыстықтай берем, бір жағынан жаурай берем, әйтеуір бірдеңе болып кетеді, су ішкім келе береді, емізуде не удобно. Әйтеуір быт-шытым шығып отырдым. Күйеуіме қарасам, ол ұйықтап жатыр. Еще түні бойы ұйықтамаған, маған ұйықтау керек деп қойды, өлгенсің ғой сол кезде. Сосын не керек, әйтеуір Стамбулға жеттік. Стамбулға жеткен кезде де бір ұзақ қой, үлкен қой, Стамбул хаваланы ғой, енді үлкен аэропорт. Ол жақтан жетіп, әйтеуір транзитный зонаға өттік. Транзитный зонаға өткеннен кейін ол жерде жаңағы су болып қалған киімдерді уборныйға кіріп, сол жерде кептіріп, ол кепті, құдайға шүкір. Сол жерде тағы да ауыстырып. Енді ең бір үлкен совет, ол ұшаққа отырған кезде негізінде люлька сияқты нәрсе береді ұшақтан, стюардессалардан немесе басқа нәрселерден сұрасаңдар, орындарыңды ауыстырып, ең алдындағы қатарға отырғызады, негізі балалары бар адамдарды. Сол жақта люлька подкрепляться етіледі. Стенкасына ең алдында отырған жерде, стенка болады ғой, осындай отырған жерлерде. Мына жерге подкрепляция етілгеннен кейін бала спокойно жата алады, сол жерде ұйықтай алады. Ұйықтаған кезде қолың бос болады, сен де демала аласың. Плюс тамақ ішкен кезде де қолдарың бос болады. Мен ол нәрсені бірінші баламен отырған кезде білмегем. Содан кейін бірнеше рет тағы да ұштым ғой, ол кезде түсіндім. Если месталар бос болмаса, заранее былай алдын ала жаңағы авиакомпанияның өзінен, немесе алдын ала жаңағы қай жақтан аласың, сол жерде брон жасап қойға, алдын ала брон жасап алып, сол месталарға отыруға болады. Ол ұшқан кездегі состояние деймін ба, өте жеңіл қылады, негізінде баламен ұшқан кезде. Негізінде солай алдын ала сұрап барлығын білгенде мүмкін оңай болатын бе, білмеймін. Енді бірінші рет ұшқанға сондай стрессовый болды ғой енді. Сонымен Стамбулға келеміз. Стамбулда күтіп тұрған кезде де ыңғайсыз өте. Білмеймін, баламен ұшуды не советую ешкімге десең да. Но нам пришлось что поделать. Сосын Стамбулда 5 сағат күттік. Жаңағы транзитный зонада. Транзитный зонада енді біресе жаурап, біресе ыстықтап, ыңғайсыз жағдайға түскен. Мен өзім еще сол күні менің туған күнім болған еді ғой.
туған күнім примерно 30 сағаттай болған. Себебі мен Қазақстаннан шыққан кезде мен туған күн бастаған түнде. Сонымен Яондеге жеткен кезде сағат 11-де түссек, әлі мен туған күнім болып жатыр. Сонда 5 сағат қосып туған күнім 29 сағат 30 сағаттай болды ғой. В общем, қызық болған тоже туған күнімде ұшып. Бірақ еске қалатын сәттер ғой. Сонымен жаңаға біз транзитный зонадан өтеміз. Өзіміздің гейтімізді тауып, Яондеге отырамыз енді. Яондеге соңғы ұшағымызға отырамыз. Бірақ ол жерде Дуаладан пересадка жасайды, 1 сағат күтеді, біз 1 сағат түспейсің. Сонымен Яондеге келдік. Яондеге келген кезде проблема болды. Ол біз Қазақстанда сұрағамыз, сары карточка сұрау керек. Ол жақта вакцина салдырмаған жайлы данныйлар тұрады. Олсыз неге Африкаға кіргізбейді негізінде. Оны қадағалайды. Менде бар, және менің күйеуімде бар, ал баламызда жоқ. Баламызға мен Қазақстанда бүкіл жерден сұрастырдым. Жаңа өзім туған роддомдан да сұрастырдым, өзіміздің тіркелген больницадан сұрастырдым. Осындай сары карт, малярияға қарсы вакцина осы жақта салдыратын болсақ, салдырып алайық. Себебі аэропортта салдыратын болсақ, аэропортта шығар жерде салдырады ғой бәріне. Өте ыңғайсыз болады деп, еще тем более ол 1 айлық бала. Сөйтсем, ол жерде салдырмайды екен вообще. 1 айлық болғаннан кейін біз біраз тұрдық таможняда. Ол жерде біздің танысымыз келді, осы камерундық адам. Ол біздің паспорттарымызды алып қалып, біз паспортымызды сол жерге тастап шығып кеттік. Себебі менің уже жаңағы визам бітіп қалған еді, новыйдан виза алып, визаға не бергенбіз. Баламызға да визаға заявление тастап, осы жақтан шақырту арқылы келген болатынбыз. Сондықтан біраз негізі күту керек болғанымыз. Немесе ақша беріп кіріп кетсең болады, бірақ біз ақша бермедік. Сонымен проблемаларды өзіміз баламен тұрған кезде шешпейік деп. Жоқ. Басқа кезде айтып отырмын, шатасып кеттім. Бұл кезде визам болды, негізінде менің карточкам да болды, ID картам. Күйеуімде ID картасы болды, баламызға просто виза алып кіріп кеткен болатынбыз. Сосын шығар кезде енді осы жерде проблема болады ғой. Сонымен жаңағы жерде мен енді баламды көтеріп алып өтіп кетемін, бірақ біздің чемодандар бар ғой, 4 чемоданның ішін ашып тексереміз дейді ғой. Бір қорққан жерім, ол жерде қазы бар ғой. Қазына кіргізбеуі мүмкін. Себебі не екенін білмейді бұлар. Не алып кіре жатсың жақта. Ауру ма бір біле. Енді қорқыныш нәрсе болғаннан кейін бір жағынан оны ашып тексерген кезде прям қорқып тұрдық, енді алып қала ма деп. Сонымен бірақ ана жерде ақша беріп әйтеуір өтіп кеттік. Бірақ соның бәрін ашқан кезде фольгамен орап тастағанбыз ғой біз. Өткен кезде ана нелермен лучтардан бірдеңеден өткізеді ғой. Рентген ба қандай еді. Солардан өткен кезде көрінбесін деп фольгамен орап тастағанбыз. Оның бәрін аштыртып тексерген. Солай қызық болған. Сағат 11-де солай келдік. Әйтеуір шығам дегенде 1-2 сағат тұрып қалып әйтеуір шықтық қой. Енді бұл жерде айтатыным, мен еще басқа история бар. Ол баламмен бірге шыққан кезім. Тек қана мен ұштым, ол кезде Қазақстанға 1 айға барып келген болатын. Күйеуім осы жақта қалған болатын. Оны қызық болса кейін айтып бере аламын. Но мен ол кезде уже іздедім, қарадым да, қалай баламен ұшуға болады, қалай өзіңді ыңғайлы орындарға, ыңғайлы месталарды забронировать етуге болады, оның бәрін қарастырған болатын. Бірақ бірінші шыққан кезде, бірінші рет анамын, бірінші рет туған болатын. Босанғаннан кейін де мындай бір ыңғайсыз, бір түрлі терлей бересің ғой, сондай бір түрлі состояниеде болған болатын. И солай ұшқан өзі бір маған қатты қиын түскен болатын. Әрине қасымда күйеуім болғаны өте плюс болды, себебі ол бүкіл жағынан көмектесіп тұрды маған. Мысалға жаңағыдай біз люльканы бірінші кезде алмадық, baby bassinet деп айтады. Оны бронировать етуді де білмейміз еще. Сондықтан алдымызға алып отырмын, мен алып отырамын. Негізі балам бір жағынан, менің балам өте спокойно, машалла. Ол жыламай жата берді, тек қана жаңағыдай тамағын ішіп, какасын көп жасайды, бірақ сол кішкентай кезінде көп жасайды ғой өздері. Сонымен оны ауыстыру да бір қиямет десеңші. Әйтеуір солай ұшқанбыз, бірақ алғашқы бірінші айда әйтеуір паника болады екен, баламен қалай отырам, бірден
ұзақ жол, тем более мысалға Астанадан Алматыға ұшқандай мысалға оңай емес, бір ғана сағат, 2 сағаттық емес, примерно 20 сағаттық жол болғандықтан стрессовать еткенім бар. Жаңағыдай киімдерде алмағанмын, не оның сумкасын ештеңеде дайындамағанмын, білмеймін ғой себебі. Сондықтан ол бір эксперимент болды деп санаймын енді. Сондай, ал қазір болса мен уже опытым десең де. Опытым бар біраз, себебі неше түрлі жерге шықтық, неше түрлі жерге бардық уже. Баламен бірге уже мен сыртқа шығып жатқан кезде киім алу керек екенін білем, артық футболка алу керек екенін білем, артық подгузниктерді алу керек екенін білем деген сияқты. Осы видеом біреуге пайдалы болады деп ойлаймын, себебі жаңағыдай сұрақтарыңыз болса, басқа да нелеріңіз болса комменттерге жазып кетіңіздер. Ал басқа кезде мен тек қана бір өзім ұшқан кезімдегі негізінде видеоны салған болатын. Осы менің басқа астындағы видеоға қарап көрсеңіздер, транзитная зона Стамбул деп салған болатын. Ол кезде жаңа айтқанымдай ол басқа бір история. Кейінірек айтып беруге болады тоже. Сонымен пока-пока. Лайк басып кетіңіздер, коммент жазыңыздар. Ол менің каналымның күшеюіне, продвижение болуына көмектеседі. Бай!